Бұл суретте көрсетілгендей, ауыз бұрышы маңындағы терінің қызарып, жара шығып, жарықтардың шығуы және қабыршақтардың түзілуімен болатын қабыну ангулярлы хейлит деп аталады. Ангулярлы хейлиттің шығу себебі инфекциялық және инфекциялық емес әсерлерден, механикалық зақымданулардан және қоректік заттар жетіспегендіктен пайда болады. Ал оны түрткі бірнеше факторлар бар. Бірінші фактор – химиялық, физикалық факторлар. Бұл ауа райының салқын кезінде салқын желдің әсерінен пайда болады. Бұл кезде ауыз айналасында тері құрғайды және қабыршақтанады. Екінші фактор – ол ауыз қуысында тістердегі кариестің болуы. Кариес кезінде әртүрлі патогенді, яғни зиянды бактериялар көбейіп кетеді. Соның әсерінен сілекейдің құрамы да қышқылданып кетеді. Осының әсерінен ауыздың үшбұрышындағы теріде қабыну пайда болады. Үшінші фактор – ол дұрыс орнатылмаған протездер. Бұл кезде ауыз қуысының құрылысы өзгереді де, соның әсерінен еріндер құрғайды және әртүрлі стрептококтар, саңырауқұлақты инфекциялар таралады. Төртінші фактор – гиповитаминоз, яғни жиі В тобының витаминдері, А тобының және С тобының витаминдерінің жетіспеуі терінің құрғауына және оның терең қабаттарының бұзылуына, яғни бүлінуіне әкеледі. Одан кейінгі фактор – жиі антибиотиктер, ұзақ уақыт гормональды дәрілерді, цитостатиктерді қолданғанда осылардың әсерінен ас қорыту жүйесіндегі пайдалы бактериялар жойылып кетеді де, патогенді, яғни зиянды микробтар көбейіп кетеді. Бұл бактериялардың өзі ауыз қуысына дейін тарап, ол жерде теріге зиянды әсер етеді. Одан кейінгі фактор – ол қант диабеті, аутоиммунды аурулар, ВИЧ және иммунитет жетіспейтін жағдайларда терінің қорғаныштық қабатының бұзылуы. Және келесі фактор – кейбір жеміс-жидектер мен көкөністерде, мысалға ананас және кивида бромелайн деп аталатын фермент бар. Бұл фермент терінің құрылымын бұзады және кішкене қабыну тудырады. Енді бұл жаралардың еміне келмес бұрын, бірінші жаралардың себебі бактериядан ба, әлде саңырауқұлақтардан ба екенін анықтап алуымыз қажет. Егер бактериядан, яғни стрептококтан пайда болған жара болса, ол көбіне кішкентай балаларда кездеседі. Ауыз үшбұрышы маңында жұқа қабықшасы бар көпіршік түзіледі. Ал көпіршікті жарғаннан кейін орнында кішкене қанталаған жараның орны қалады. Ол жараның орны жазылып бастағанда сөйлегенде немесе тамақ ішкенде оңай жарақаттанатын қабыршақ түзіледі. Бұл кезде ауырсыну аз болады. Ал кандидозды немесе саңырауқұлақпен шақырылған жара болатын болса, ол кезде түсі ашық қызыл болады және беті тегіс жылтыр болады. Кейде бетінде ақ сүзбе тәрізді налетпен жабылады. Бұл кезде налетті алғаннан кейін өте қатты ауырсыну болады. Сонымен қатар ашық түсті жара қалады. Және ауыз жабылып тұрған кезде бұл көрінбейді. Сонымен қатар кандидозды ангулит ұзақ уақыт емделеді. Егер бактериалды жара болатын болса, ол жерге бриллиант жасылын немесе фукарцинді жағып, кептіріп құрғатып аламыз да, антибиотиктер қосылған мазьдармен емдейміз. Егер кандидозды жара пайда болған болса, онда ол жерге саңырауқұлақтарға қарсы мазьдарды қолданамыз. Сонымен бірге әртүрлі мультивитаминдерді препараттарды қолданамыз. Егер бұның хейлиттің себебі протез болатын болса, протезді дұрыстап орнатамыз.